Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Бағана сөйлеп да осы енді автобуста келе жатқанда сөйлегенмін ғой, адамдар бар жерде сөйлегенмін ғой. Шабыт кеп қалғанда енді сөйлеп қаласың сөйтіп ше, бірақ біреулер естіліп жатыр, біреулер естілмей жатыр деп, және де мен бір нәрсені қайта айтыппын. Путин торғай емес, торғай деген екен. Мен торғай деп айтып қойдым, құс деп. Енді мен жақсы айтып, бірақ торғай деп айтыпты. Еуропаның торайлары ресейді құлайды деп ойлап 30 мыңнан көп санкция салған еді, бірақ біз құламаймыз. Біз қаласақ кезіндегі СССРдің жері қай жерге дейін барған, сол жерге дейінгі жерлерді қайтарып аламыз деген ақпаратты айтқан екен дейді. Одан кейін торай деген не екенін айт десеңіздер, ол интернеттен көрдім, шошқаның 4 айға дейінгі баласын. Шошқасыңдар деп тұр ғой әңгіменің ашығы енді. Ол жерде кім шошқа емес белгісіз. Қазақстан арқылы Ресей өзінің газын сату үшін Қытайға құбыр алып өтуді қарастырып жатыр деп айтыпты. Және де Қазақстан, енді мен оны олай да ойламаппын. Қазақстан осы уақытқа дейін Қырғызстанға мұнай сатуды тоқтатып келген екен. 8 жылдан кейін қайтып сатуды бастапты. Енді ол жерге кіріп қарасаң, Қырғызстанның өзінде 2 мұнай өңдейтін бензин шығаратын завод бар екен. Пікір алаңына кіріп қалсам, бұл мұнайды сендер не істейсіңдер деп, енді біздің қазақтарда сұрақ қойған ғой, сөйтсе Қырғызстанда 2 мұнай өңдейтін завод бар депті. Молодец, жақсы өңдесін. Ресейге кеткенше, басқа елге кеткенше, өзіміздің жақын ағайынға кетсе өңдеп сатсын, болса өздері пайдалансын деген сияқты ақпарат болып жатыр. Одан кейін Еуроодақ 2027 жылдан бастап, бұл ақпарат негізі мынау Американың экономика министрлігі бір 3 ай алдын ба екен, же болмаса 4 ай алдын ба екен, бір айтқан еді. Аты Джонс па, сондай, қателеспесем. Біз Еуропаның адамдармен сөйлесуге 2027 жылдың қаңтарынан бастап газ мұнай алмайды. Ол газ мұнайды енді Әзербайжан арқылы Катардан, болмаса Армения арқылы алып келіп, Еуропаға Америка жеткізіп береді деген ақпарат айтқан еді. Бағана айттым мен, Еуроодақтың депутаттары, енді Еуроодақ үлкен ғой, енді әр ел бар, Франциясы бар, Британиясы бар, тағындай Германия, белді мемлекеттері. Солардың депутаттары 500 депутатына ұсыныс білдірген екен. 500 депутаты мақұлдапты. 120-сы қате айтпасам қарсы болған. Одан кейін 35-і ғой деймін, ол мен іс жақада болмаймын. Қалыс қалған ғой, біздің тілмен айтқан кезде. Газдан бас тартатын болып шешіпті торайлар. Одан кейін 17-ші санкцияны салыпты деген ақпарат шықты. Енді не болады екен білмеймін. Бірақ бағана мынандай бір ақпарат шықты. Эстония деді ғой, Эстонияға кәдімгідей Ресейдің Эстония енді Еуропа елі ғой, НАТО, солтүстік Атлант ұйымы, солтүстік Атлант НАТОның өзінің ережесінде қайсы бір елге сырттан әскер келіп кірсе, же болмаса шабуыл жасаса, НАТО елдері бірігіп соғысады деген бабы бар. Ол бапты Украинаға да береміз же бермейміз, береміз деп келіп жатыр. Украинаны НАТОға кіргіземіз деп. Шекарадан, Ресейдің шекарасынан 3 кәдімгі әскер, Ресейдің әскері, енді оны адасып кетті деп айта алмайсың дейді да. Неге десеңіздер, соғыс уақытында олар енді өзінің шекарасынан шықса, басқа ел атып тастауы мүмкін деген миында ақпарат тұрады ғой. Бірақ 3 жасыл киіп алған, әскери киімді киіп алған адам Эстонияның шекарасына кіріп, сол жерде біраз жүріп, енді эстондар ұстай алмай қалыпты, қайтып артқа шығып кетті деген ақпарат шықты енді. Мүмкін бұл да бір Эстония, біз мысалға мүмкін сендер кіріп көріңдер, олар атып қалса, біз олар атамыз деген сияқты бір мәселе болды ма, же болмаса НАТОның тағы тамырын басып көрейін десе ма. Бірақ
торайлар деп жаман айтыпты. Шошқалар деген сөз. Шошқаның балдарысыңдар деген. Олар шошқаның балдары болса, шошқа деген кім? Америка ма? Ой, кешіресіздер. Одан кейін мынау екінші дүниежүзілік соғыстан бері қарай Польша ешқандай шекаралардың жанына мина қойып соғысқа дайындалмаған екен. Қазір Беларусия мен Ресейдің шекарасының жандарына Польша өздерінің енді былай жерге көміп қоятын бомбаларын алып келіп қойып жатыр екен. Енді бомбаны басып қалып, аяғыңды көтеріп қалсаң атылып кетеді ғой. Техникаларда жарып жіберетін бомбалар бар. Соларды қойып жатыр деген ақпарат шықты. Енді білмеймін не болатын енді. Бірақ кеше қатты айтты әңгіменің ашығы. Одан кейін 2019 жылдан енді қазір әңгіме Түркия болайын деп жатыр. Түркияның мұнай таситын, Ресейдің мұнай таситын компанияларының кемелері жарылды. Алдында Ресейдің несі барып тиді, зымыраны барып тиді, бірақ ол шын тиді ма, же болмаса өтірік барып тиді ма. Осы 1-2 күн алдында бір 3 дрон Түркияның шекарасының ішіне кіріп, енді олар Түркияның несі айтпақшы, құқық қорғау органдарының айтуы бойынша, ол адасып кіріп кеткен, ешқандай жерді көздемей бағдардан ауытқып қалған беспилотниктер екен. Біз оларды атып түсірдік деген еді. Осы соғыс басталғаннан соң осы 7 ай алды ма екен, же болмаса 6 ай алды ма екен, Ресей Түркияға сатқан С-400 кешенін қайтарып беріңдер деп сұрап жатыр деген еді. Соны енді Ердоған айтқан екен, біз F-35 ұшақтарын мына Америкадан алсақ, жаңа ұшақтарды алсақ, жақсы болар деген екен. Енді олар да енді шарт қойған ғой, онда Ресейдің қаруын қайтарасың болса, Ресейдің қаруын енді алмайсың деген сияқты. Ердоған айтыпты. Ердоған алдында да айтқан, біз С-400-ді алғанмен оны қолданып жатқан жоқпыз, ол шаң-шаң басып тұр деген еді. Енді Путинге айтты дейді, С-400-лерді алып кетіңдер деп. Оны алып кетпей-ақ сол жақта бұзып тастамай ма, же болмаса білмеймін, мүмкін қайтып сатып ақшасын қайтарып бере ма, ол белгісіз. Ол С-400-ді алып барса, онымен тағы Украинада болмаса Еуропа елдерін атуы мүмкін деген болжам бар да. Не болса да Ресейді лақтырып жатыр әңгіменің ашығы, гәрдашы. Америка демекші, Америка бұның соңында болмаған, қалай айтсам екен, әскери қару-жарақ пакетін Тайванға беріп жатыр екен. Ол жерде Хаймарис атакмс зымырандары бар дейді. Енді оның қанша данасы бар екен жазылыпты, бірақ мен сіздерге қазір қате айтып қоюым мүмкін. Мен жазып айтпаймын ғой, мен естісем да содан кейін айтамын. Жазып алсам қақалып қалады екенсің, айта алмай қалады екенсің. От души осылай отырып сөйлегенге не жетсін. Одан кейін 12 миллиард доллардың несін не даты пакетін бекітіпті. Енді Тайваньды енді бұны соңды болмаған күйде қолдап жатыр деді. Тайваньға қазір Қытай ой басып аламыз, Тайвань біздікі деген ақпараттарды айтып жатыр. Не болса да әлем құбылып тұр енді. Әлем құбылып тұр. Тағы да бізде бір ақпарат шығыпты. Мынау енді Еуропаны жақсы өмір сүріп жатыр, Американы жақсы өмір сүріп жатыр дейміз ғой енді. Сөйтіп сол жаққа қарап барлығымыз еліктейміз, дұрыс па? Жақсы өмір сүріп жатыр. Бірақ ол жақта ЛГБТ жақсы дамып кеткен, еркек пен еркек, әйел мен әйел деген әңгімені айтады ғой енді. Ол барлық жерде бар ғой. Ол бізден бұрынғы заманда сондай, қалай айтсам екен, қауымдар да болған енді. Пайғамбардың кезінде екен, мен қазір айтпай-ақ қояйын. Дінде қате айтсаң болмайды. Дін деген қыл сияқты, қате айтсаң үзіліп түседі дейді. Дін деген лезвие бар ғой, қылыш сияқты өткір. Қате етсең орып түседі дейді. Енді бірақ дінде болған кәдімгі қауымдар, оны Аллах тағала жоқ қылып жіберген деген ақпараттар бар. Сол біздің елде де сол феминистер наурыздың 8 деді ғой деймін, әйелдер мерекесі деп енді біз атайды, бірақ ол кезде мұсылман әйелдері орамал шешіп лақтырған кез болған екен деген ақпараттар да бар. Сол Қазақстанда
митинг өткізейік деген рұқсат сұраған екен, бірақ біз әкімдік рұқсат бермеп, дұрыс бермеу керек деп ойлаймын. Сол общий. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді бұл енді анық айтылды деп ойлаймын. Не болса да енді Путин бір Еуропаға кірді. 3 әскерін кіргізіп шығарды деген сөз. Осы бір аптаның көлемінде Украина Ресейдің Каспий жағалауындағы мұнай өңдейтін құбырына, мұнай өңдейтін заводына дейікші 4 рет шабуыл жасапты. Не дейміз? Зымырандардың астынан жел өте берсін. Ешқандай елге соғыс тілемейміз. Ресей өз жерінде, Украина өз жерінде. Өз жерін қайтара алсын тілекпен бүгінгі нені аяқтаймыз. Бұл видео ертең шығады. Қазір сағат қанша айтайын ба? Бүгін 18 желтоқсан 2025 23:31 түнгі.